Елестетіп көрші, Рождество мерекесін атап өтуге тыйым салынған. Интернет қолдану, қатаң бақылауда, тіпті сақалыңыздың ұзындауда үкімет белгілеген ережелерге бағынуы тиіс ел бар. Қош келдіңіздер. Бұл Тәжікстан. Әлемнің төбесі атанған асқақ таулармен қоршалған, қайшылыққа толы, әрі ерекше мемлекет. Азияның кішкентай ғана бұл елі таңдай қақтырған табиғи сұлулығымен қатар кедейлікпен бостандықтың шектелуі сияқты ауыр шындыққа тап болып отыр. Ережелері тым қатаң. Өмірдің әрбір қырына үкіметтің көзқарасы араласады. Қандай мерекені тойлайтыныңыздан бастап, қандай ақпарат көре алатыныңызға дейін бәрі бақылауда. Сонда еркіндік дегеннен не қалады? Адамдар осыншама шектеулерге қарамастан қалайша тіршілігін жалғастырып, дәстүрін сақтап келеді. Бүгінгі бейне жазбада біз Тәжікстан халқының күнделікті өмірінен әсерлі оқиғаларды, қайшылықтар мен тосын жайттарды зерттейміз. Бірақ соған дейін арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл сізден ештеңе алмайды, ал бізге ерекше қолдау болады. Тәжікстан. Орта Азияның жүрегінде орналасқан шағын мемлекет. Солтүстігінде Қырғызстан, оңтүстігінде Ауғанстан, батысында Өзбекстан, ал шығысында Қытаймен шектеседі. Жер көлемі не бары 143 мың шаршы шақырым болса да, биіктігімен ерекшеленеді. Елдің 90%-дан астамын аспанмен таласқан таулар алып жатыр. Памир мен Алай тау жоталары ерекше көрінеді. Бұл өңірде 7495 метр биіктіктегі Исмаил Сомони шыңы бой көтеріп тұр. Әлемнің түкпір-түкпірінен альпинистерді баурайтын осы тау елдің табиғи ұлылығын паш ететін нышан. Таулы өңірлерде мөлдір көгілдір көлдер, асау өзендер мен алып мұздықтар бар. Олар көрші елдер ішінде өмірлік маңызды су қоры болып табылады. Тәжікстанда шамамен 10 миллион адам тұрады. Көбі жазық алқаптар мен ірі қалаларда. Әсіресе Астана, Душанбе маңына шоғырланған. Халықтың 84%-ын тәжіктер құрайды. Сондай-ақ елде өзбектер, қырғыздар, орыстар, украиндар және Памир тауларында тұратын байырғы қауымдар бар. Ресми тілі тәжік тілі. Ол парсы тілінің бір тармағы саналады. Ал ресми емес жағдайда іскерлік ортада және аға буын арасында орыс тілі әлі де кең қолданыста. Бай мәдениетіне қарамастан, елдің экономикалық жағдайы ауыр. Тәжікстан Азиядағы ең кедей елдердің бірі. Халықтың 30%-дан астамы кедейлік шегінде өмір сүріп жатыр. Бұл көрсеткіш Йемен немесе Судан сияқты соғыстан зардап шеккен елдермен тең. Ауылдық жерлерде жағдай тіпті мүшкіл. Дәрігерсіз ауруханалар, мұғалімсіз мектептер. Күніне бірнеше доллармен күнелтетін отбасылар көп. Елдегі еңбек күшінің қомақты бөлігі Ресейге және басқа да елдерге нәпақа табу үшін еңбек миграциясына кетуге мәжбүр. Тәжікстанда сөз бостандығы тек қағаз жүзінде ғана бар. Шын өмірде әлеуметтік желіде пікір жазу, лайк басу немесе ой бөлісу адамның басына бәле әкелуі мүмкін. Үкімет интернетті, ақпарат құралдарын, тіпті жекелеген әңгімелерді де бақылауда ұстайды. Қоғамда үнсіз үрей мен сақтық қалыптасқан. Facebook, Instagram, YouTube сияқты танымал әлеуметтік желілер Тәжікстанда жиі уақытша бұғатталып тұрады. Әсіресе саяси толқулар немесе наразылықтар кезінде. Ал артық сөз айтқандар үшін салдары өте ауыр болуы мүмкін. Журналистердің, құқық қорғаушылардың, тіпті қарапайым азаматтардың да үкіметті сынағаны, немесе жалған ақпарат таратты деген желеумен ұсталған жағдайлары тіркелген. Кейде бұл тек жеке пікір білдіру ғана болған. Кейбір адамдардың тек белгілі бір жазбаға ұнату белгісін қойғаны үшін немесе жабық топтарға пікір жазғаны үшін кергелген оқиғалары бар. Бақылауды күшейту мақсатында билік интернеттегі хабарламаларды да, телефон қоңырауларын да
белсенді түрде қадағалайды. Мұның бәрі ұлттық қауіпсіздік заңдарына сүйеніп жүзеге асырылады. Осындай қатаң бақылау қоғамда өзін-өзі цензуралауды қалыпты жағдайға айналдырып, балама пікірлерді шектейді. Ал ресми үгіт-насихат құралдары барлық ақпарат кеңістігін жаулап алған. Тәжікстан күнделікті халық өміріне тікелей әсер ететін қатаң заңдарымен танымал. 2015 жылдан бастап елде Рождество мен басқа да христиан мерекелеріне тыйым салынды. Жаңа жылдық шырша, отшашу, сыйлық алмасу сияқты мерекелік белгілер қоғамдық орындарда қолданылмайды. Бірақ мұнымен шектелмейді. Үкімет адамдардың сыртқы келбетіне де араласады, әсіресе ер адамдарға қатысты. Күлкілі естілгенімен, бұл шындық. Тәжікстанда ұзын сақал қою сізді бірден полиция бөліміне апарып соғуы мүмкін. Көшеде радикалды түрге ұқсайды деп танылған ер адамдарды тоқтатып тергейді. Кейде сол жерде ақ сақалын қырып тастауға мәжбүрлейді. Тек 2022 жылы ғана 13 мыңнан астам ер адам ресми органдардың қысымымен сақалынан айырылған. Ал әйелдерге билік стильдік кеңестер береді. Қара түсті киім, хиджаб немесе шетелдік үлгідегі киімдер киюге тыйым салынады. Бірақ бұл да шегіне жеткен жоқ. 2016 жылдан бері балаларға шетелдік есім қоюға заң жүзінде қатаң тыйым салынған. Тәжікстанның астанасы Душанбе елдің мәдени, экономикалық әрі саяси жүрегі. Душанбе сөзі тәжік тілінде дүйсенбі дегенді білдіреді. Өйткені ежелгі дәуірде бұл жерде әр апта дүйсенбі сайын жәрмеңке ұйымдастырылып отырған. Қала дәстүр мен заманауи өркениеттің тоғысқан мекені. Мұнда кең әрі көгалдандырылған даңғылдар, қайнаған базарлар, ұлттық тарихты дәріптейтін сәулетті ескерткіштер бар. Қаланың ең танымал нышандарының бірі биіктігі 165 метрге жететін алып ту мұнарасы. Өз уақытында ол әлемдегі ең биік ту ұстағыштардың қатарында болған. Бұл сәулет нышаны тәжік халқының мақтанышын білдіреді және жергілікті тұрғындар үшін үлкен мәртебе саналады. Дегенмен қаланың сыртқы әсем көрінісіне қарамастан, Душанбе әлі де шешілмеген мәселелерге тап. Кейбір аудандарда инфрақұрылым жеткіліксіз, ал көшелерде кедейшіліктің ізі анық байқалады. Тәжікстан табиғатты сүйетіндер үшін нағыз жұмақ. Елдің ландшафты алуан түрлі. Қарлы таулар, жасыл алқаптар, мөлдір өзендер. Ең ғажайып орындардың бірі Искандар күл көлі. Ол ауа райына, жыл мезгіліне, тіпті күннің көкжиектегі қалпына қарай түсін өзгертеді. Кейде ашық көгілдір түске енсе, кейде жасыл немесе күміс түсті болып көрінеді. Бұл табиғаттың сирек кездесетін ғажайыбы. Тағы бір ерекше аймақ Заравшан аңғары. Мұнда туристерді қиындығы мол соқпақтар, шалғай ауылдар және жергілікті халықтың тұрмысымен танысу мүмкіндігі күтеді. Бұдан бөлек, елде Фетченко мұздығы сияқты алып мұздықтар бар. Ол полярлық аймақтардан тыс әлемдегі ең ірі мұздықтардың бірі саналады. Бұл мұздыққа ғалымдар да, саяхатшылар да қызығушылықпен келеді. Тәжікстанда дәстүр өткеннің елесі емес, күнделікті өмірдің бөлінбес бөлігі. Ол үйлерден, киім-кешектен, әуеннен және қарапайым қимылдардан да байқалады. Жылдың ең маңызды мерекелерінің бірі Наурыз. Бұл парсы жаңа жылы көктемгі күнмен түн теңелген кезде тойланады. Бірнеше күн бойы көшелерде музыка шырқалып, би биленеді. Дала дастархандары жайылып, ұлттық ойындар ойналады. Бұл мереке табиғаттың қайта жаңғыруын және халықтың үмітін білдіреді. Дәстүрлі өнер де ерекше орын алады.
Қолдан тоқылған кілемдер, бояулы керамика, әшекейлі кестелер ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келеді. Әр бұйымда құт берекені, молшылықты немесе рухани тазалықты бейнелейтін символдар бар. Олар үйлердің қабырғасында мерекелі киімдерді де сәндейді. Тағы бір ешқашан ұмытылмайтын дәстүр қонақ жайлық, мехман навози. Тәжік халқы үшін қонақ құт. Үй иесі дастарқан барымен жасайды. Қою, шай, ыстық нан, кептірілген жемістер қойылады. Үйде көп нәрсе болмаса да келген кісіні құрметпен қарсы алу басты қағида. Мұндай сый құрметтен бас тарту үлкен әдепсіздік саналады. Тәжікстан қарама қайшылықтарға толы әрі ерекше әсем ел. Оның асқақ таулары, бай мәдениеті және төзімді халқы саяхаттауға тұрарлық мекен етеді. Экономикалық қиындықтар мен қатаң заңдарға қарамастан, бұл ел қонақ жайлығымен, жарқын дәстүрлермен және демінді тарылтар табиғатымен таңғалдырады. Бұл бейнебаян осымен аяқталды. Енді сізден сұраймыз. Тәжікстан жайлы қай тұсы сізді көбірек қызықтырды? Егер соңына дейін көрген болсаңыз, лүпіл басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл бізге алдағы уақытта жаңа мазмұндар ұсынуға шабыт береді. Келесі бейнеде кездескенше.